Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Ақшаны қалай жинау керек? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ақша жинаудың заманауи әдістері де бар. Ақшаны арнайы жинақ сандықшада жинауға болады. Одан бөлек банктерден де жинақ шотын ашып, оны тиімді қолдануға болады. Жинақ шоты дегеніміз не? Жинақ шоты белгілі бір мақсатқа сәйкес ақша жинауға мүмкіндік беретін шот. Картадағы ақша қалдығына сәйкес ай сайын белгілі бір пайыз мөлшерде ақша шотыңызға түсіп тұрады. Оны кез келген уақытта ала аласыз, және түскен пайыз сіздің қаражатыңыз есебінде саналады. Банктер жинақ шотын белгілі бір мақсат негізінде жинауды ұсынады. Тұтынушы не үшін қанша және қашанға дейін жинайтынын өзі шешеді. Кейбір банктер бұл жинақ түрін мақсаттық деп атады. Банк ай сайын салу керек мөлшерді есептеп береді. Сондай-ақ қарапайым жинақтан айырмашылығы жоқ. Тек ай сайын салып отыруы тиіс қаржы мөлшері көрсетіледі. Жинақ шоты сізді артық шығындалудан сақтайды. Бұл шоттағы қаражатпен дүкенде, мейрамханаларда төлем жүргізе алмайсыз. Банк сіз үшін ақшаны тығып қояды. Автоматты түрде шотты толтыру қызметін іске қосып қойыңызда, айлық жалақыңызға бұл қаражаттың барын естен шығармаңыз. Соған қарамастан жинақ шотын кез келген уақытта қолдануға болады, күнделікті шығынды есептемегенде. Мысалы, Түркияға жолдамаға жеңілдіктер жүріп жатыр делік. Сіз жинақ шотындағы ақшаңызды қолдана аласыз. Қарыздану немесе несие алудан өзіңізді сақтайсыз. Оның үстіне жинақ шоты қарапайым банк карталарына қарағанда қауіпсіз. Оны жоғалтып алудан қорқпайсыз, сондай-ақ сайттар мен банкоматтағы қарақшылықтан сақтайсыз. Қалай қолдану керек? Айына бірнеше рет ақша алмаңыз. Кейде банк ең төменгі қалдық мөлшерге пайыз есептейді. Мысалы, ай басында 200 мың теңге, ортасында 100 мың теңге болып, аяғында 300 мың теңге болса, пайыз тек 100 мың теңге есептелуі мүмкін. Сондықтан қажетті мөлшерде ақша жиналмайынша ақшаны шешпеңіз. Ірі сомадағы қаражат жинау. Көбірек ақша жинақталған сайын қалдық бойынша пайыздық үлесті есептеу мөлшері арта түседі. Сондықтан ай сайын салу керек қаражаттың мөлшерін сәл арттыруды ұмытпаңыз. Банк хабарламасына мән беріңіз. Пайыздық мөлшерлеме банктың өз ерекшеліктеріне сәйкес өзгеруі мүмкін. Бұл туралы банк алдын ала хабарлайды. Сондықтан хабарламалардың бәріне мән беріңіз. Жалақы алған күні дүкенге жүгірмеңіз. 30 күн бойы сарыла күткен жалақы қолға тиген кезде көбінің дүкенге немесе супермаркетке жүгіретіні жасырын емес. Алайда ай сайынғы табысыңыздың бір бөлігі артылсын десеңіз, бұл ойдан бас тартыңыз. Себебі қалтада ақша бар кезде адамдардың дені ойланбай сауда жасайды. Қажетсіз дүниелерді сатып алады. Сондықтан ең алдымен үйге келіп, керекті заттардың тізімін жасап алған жөн. Ай сайынғы табыстың 50% тамақ, көлік, кредит секілді міндетті шығынға жұмсалады, ал 20%-ін депозит ретінде сақтап қойыңыз. Қалған 30% өзіңіз үшін. Достармен көңіл көтеру, сұлулық салондары, мейрамхана не демхана. Ақша жинауды мақсат еткен кез келген адамға ай сайынғы табысын осылай бөлуге кеңес береміз. Қымбат тауарлардың бәрі сапалы емес. Брендке айналған азық-түлік түрлерінің орнына көпке танымал емес тауарды сатып алу ақшаны әжептәуір үнемдеуге мүмкіндік береді. Қымбат тауардың бәрі сапалы емес екенін естен шығармаған абзал. Мәселен, денеге жағатын крем немесе йогуртты сатып алмас бұрын, оның құрамына назар аударып, бағаларын салыстырып қарап шығыңыз. Есте болсын, мерчендайзинг ережесі бойынша кез келген сауда орнында ең қымбат тауарлар көзге бірден көріну үшін жоғарғы сөрелерде орналасады, ал арзан тауарлар тиісінше төменде орналасады. Сондықтан бір еңкейіп төмендегі заттарға да қарап жүруіңіз. Әр тиынды жазып жүру. Өз бюджетіңізді жоспарлау пайдалы іс. Табыс пен шығынды күнделікті жазып отыру арқылы ақшаның қайда жұмсалып отырғанын анық білуге болады. Банк карточкасын сирек қолданыңыз. Қазір адамдардың көбісі ыңғайлы әрі сенімді болғандықтан банк картасымен есеп айырысуды жөн көреді. Бірақ ақша үнемдеуге қатысты жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, банк картасын үнемі пайдаланатындар ай соңында өз шығындарын есептей алмай, жалақысының қайда жұмсалып кеткенін естеріне түсіре алмай,
дал болады екен. Себебі кез келген жанға әмияндағы қағаз ақшадан гөрі көзге көрінбейтін цифрлармен қош айтысу жеңіл түседі. Егер банк картасынан бас тарта алмасаңыз, онда әр есеп айырысқаннан кейін шекті мұқият зерттеп, немесе мобильді қосымша арқылы кеткен шығынды бақылауды әдетке айналдырыңыз. Сондай-ақ сізге қызмет көрсеткен банктың ақша жинауға қатысты қандай қосымша сервистері бар екенін біліп алғанда артық етпейді. Сондай-ақ тағы да ұсынатын комиссия ретінде кететін ақшаны азайтыңыз. Егер сіз бөтен банкоматтан ақша шешіп алуға бел бусаңыз, бұл қызмет үшін үстіне пайызбен ақша төлеуге дайын болыңыз. Бір қарағанда ол сізге ұсақ-түйек болып көрінуі мүмкін, алайда басқа төлем жүйесі арқылы тұрақты түрде ақша аударып, немесе қолма-қол ақша алу қалтаңызды жұқартатыны анық. Сондай-ақ копилка қанша жерден қарабайыр көрінсе де өте тиімді тәсіл. Өзіңізге үлкен әрі әдемі ақша жинайтын сандықша сатып алыңыз. Оған тек ұсақ тиын-тебен ғана емес, қағаз ақша да сиятын болсын. Күтпеген жерден табысқа кенелсеңіз, оны міндетті түрде сандықшаға салып қойыңыз. Айталық, жалақыңыз өсті, ай сайынғы табысыңыздың 10-15%-ін копилкаға жіберіңіз. Кабельді телевизияны ауыстырыңыз. Үйіңіздің төрінде тұрған көк жәшікке жүздеген телеарна көрсетеді, бірақ сіз күнделікті телеарналардың әрі кетсе тек оның ғана көрінесіз. Сондықтан өз операторыңыздың аз ақшаға іріктелген каналдар пакетін салып алу мүмкіндігінің бар жоғын анықтап алыңыз. Ал ең дұрысы кабельді телевизияны сөндіріп, интернеттің көмегімен компьютер арқылы теледидарға сигнал беру. 5 сұрақ ережесін қолданыңыз. Ақша үнемдеуге көмектесетін өте қарапайым тәсіл. Бір нәрсені сатып алмас бұрын өзіңізге мына 5 сұрақты қойып көріңіз. Бұл қажеттілік пе, жоқ әлде менің қалауым ба? Маған дәл осы нәрсе керек пе? Мұны пайдаланып жүргенімді көз алдыма елестете аламын ба? Мұны қаншалықты жиі қолдана аламын? Уақытымды сарп етерлік дүние емес пе? Банк карточкасының сіз білмейтін 8 құпиясы. Қажетсіз заттарды сатып жіберіңіз. Ақша жинаудың тағы бір әдісі көптен киілмеген бағалы киімдер мен пайдаланылмай тұрған электротехника, тұрмыстық техникаларды сатып жіберу. Ол үшін арнайы сайттарға хабарландыру жарияласаңыз болғаны. Тіпті бұл заттардың кімге керегі бар деп санасаңыз да хабарландыру беріңіз. Сатып алушы күтпеген жерден пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ, ай сайынғы шығындар тізімінің алдыңғы қатарында тамақтан кейін бензин мен жолақы тұрады. Жазда аптасына 2-3 рет көлікті үйге қалдырып, жұмысқа велосипедпен баруға болады. Денсаулыққа да, қоршаған ортаға да пайдалы. Ал қыста метро мен қоғамдық көлікке отырыңыз. Зиянды әдеттерден арылу. Бұл тәсіл тек ақшаны үнемдеу ғана емес, денсаулығыңызды да жақсартуға себеп болады. Аптасына, айына немесе жылына қанша қорап темекі тартатыныңызды және оған жұмсалатын ақшаны есептеп көріңіз. Осы зиянды әдеттен арылсаңыз, осынша ақша қалтаңызда қалар еді. Тамақты үйде пісіріңіз. Мейрамханада, дәмханаларда тамақтанғанша, үйде тамақ пісіргенді әдетке айналдырған абзал. Себебі қызметкерлердің дені түскі асты жақын маңдағы дәмханадан ішіп, ай сайынғы жалақысының бір бөлігін соған қалдырады. Сондықтан ертеңгі түскі асыңызды бүгін кешке үйде дайындап, арнайы контейнерге салып қойыңыз. Мұның өзі әжептәуір ақша жинауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ақылы хоббиді тегінге ауыстырыңыз. Яғни, егер сіз ақша төлеп, спорт залға барып, немесе фитнеспен айналысып жүрсеңіз, бүгіннен бастап саябақта жүгіріңіз, немесе таза ауада жаттығуға кеңес береміз. Пайдалы әрі тегін. Сыйлықтарды қолдан жасаңыз. Сыйлықты қолдан жасап та ақшаны үнемдеуге болады. Еңбек пен уақытты сарп етіп, өз қолыңызбен жасалған сыйлық ақшаға сатып алған дүниеден қымбат емес пе? Оның үстіне қазір интернетте идеялар тұнып тұр. Менің берген ақша жинаудың сондай-ақ 3 тәсілін айтатын боламын. Бірінші, ақшаны жинақтау үшін алдымен барлық шығындарды есептеп алу керек. Не нәрсеге ақшаңызды үнемдеп, қандай шығындарды еріксіз шығаратындығыңызды анықтап жазып қойыңыз. Сізде 2 тізім болу керек. Негізі, оларға көндігесіз және аса маңызды емес шығындар барынша үнемге тырысасыз. Екіншісі, ең басты ақшаны
Ең бастысы ақшаны жүйелі түрде бөліп қойып отыру керек. Еш қиындықсыз табысыңыздың 10-15%-ін қорға бөлуге болады. Егер ақшаны тез жинау керек болса, табысыңыздың 30%-ын жинағаныңызға салыңыз. Ал егер мұндай көлемге шамаңыз келмесе, қосымша табыс көзін іздегеніңіз жөн. Үшінші, қандай жағдай болмасын, жинақтап жүрген ақшаңызға тиіспеңіз. Оны өте ашылуы қиын сандықшаға салып қоюыңызға болады. Есіңізде сақтаңыз, сіз ұсақ және өзіңізге аса қажет емес заттарға шығын шығармай үнемдесеңіз, армандаған затыңызды қол жеткізе аласыз. Бүгін өз-өзіңізді тыйғаныңызбен ертең жемісін көретініңізді әрдайым еске алып жүріңіз. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Бай болыңыз, бар болыңыз, бақытты болыңыз. Рахмет.